Оқшауланудағы өмір. Кацука Фиганың таңғажайып оқиғасы. Бұл оқиға таңғалдырып, оқшауланған жағдайдағы өмір туралы ойлануға мәжбүр етуі мүмкін. Әңгімеге арқау болып отырған кейіпкер, Кацука Фига, көптеген еркектің арасындағы аралдағы жалғыз әйел болып шықты. Ол аман қалу және осы күрделі жағдайға бейімделу үшін көптеген сынақтан өтуге мәжбүр болды. Оқиға Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Жапония тынық мұхитындағы алыс аралдарды қоныстандыру арқылы өз ықпалын кеңейтуге ұмтылған кезде өрбіді. Жапон азаматтары құнды ресурстарды өндіру және экономиканы нығайту үшін алыстағы аралдарға көшті. Осы хикаяның кейіпкері, Фига Кацука есімді жапон әйелі, қоныс аударушылар толқынына қосылуға шешім қабылдап, ағасының соңынан Окинавадан тынық мұхитындағы шағын аралға аттанады. Жаңа жерде Кацука шағын кафейнеде жұмыс істеп, сол жерде жас жігітпен танысып, көп ұзамай оған тұрмысқа шығады. Оның күйеуі кокос плантациясында жұмыс істеген, бірақ кейін басқа аралға жұмыс істеуге жаңа тағайындау алады. Дәл сол кезде, күйеуі кетіп бара жатқанда, Кацука мен аралдағы барлық адамдардың өмірін өзгерткен оқиғалар басталды. Аймаққа ақш армиясының ауқымды шабуылы басталды, ал Кацука күйеуінің оралуын күтіп, жалғыз қалды. Қолдаусыз қалған, ол аман қалудың жаңа жолдарын іздеуге және жаңа жағдайларға бейімделуге мәжбүр болды. Уақыт өте келе Кацука күйеуінің бастығы болған Масами Кусакабе есімді тағы бір ер адаммен сөйлесе бастады. Көп ұзамай аралға американдық шабуылдан аман қалған басқа да жапондық сарбаз ер адамдар келді. Бастапқыда Кацука жаңа адамдар мен олардың қолдауына қуанды. Бірақ ол жағдайдың барлық күрделілігін бірден бағалай алмады. Бірте ол өзінің ұзақ оқшаулану мен ауыр өмір сүру жағдайларына байланысты шиеленісіп тұрған көптеген еркегі бар оқшауланған қоғамда екенін түсінді. Арал тұрғындары шағын топтарға бөлінді, бірақ бір кезде азық, түлік тапшылығына тап болып, бір қауымға бірігуге мәжбүр болды. Тәжірибелі сарбаздар тамақ табуға көмектесетін дағдыларымен бөлісті. Бұл оларға аралда бір жылдан астам өмір сүруге мүмкіндік берді. Алайда 1945 жылы соғыс аяқталғанда, жағалауға Жапонияның капитуляциясы туралы хабарлайтын парақшалар шығып қалды. Дегенмен, арал тұрғындары мұны жалған ақпарат деп санап, осы мәліметтердің дұрыстығына күмәнданып, оқшау өмірін жалғастыруға шешім қабылдады. Уақыт өте келе аралдағы жағдай өзгере бастады. Еркектер өздерінің оқшауланғанын және сыртқы әлеммен байланысы жоқ екенін түсініп, араларындағы жалғыз әйел Кацукаға жиі назар аудара бастады. Оның күйеуі еркектер арасындағы шиеленістің өсіп келе жатқанын түсініп, ықтимал қақтығыстарды болдырмау үшін оған қарапайым киініп, абай болуды ұсынды. Алайда, аралдағы ауыр жағдайда киім тез тозып, бұл өтінішті орындау қиын міндетке айналды. Нағыз бетбұрыс сәті 1946 жылдың тамызында жағаға американдық ұшақтың сынықтары шығып қалған кезде болды. Сынықтардың ішінен бірнеше сынған тапанша мен аздаған оқ, дәрі табылды. Епті сарбаздар олардың екеуін қалпына келтіре алды. Бұл аралдағы күштер тепе теңдігін бірден өзгертті. Көп ұзамай, құрастырылған тапаншалармен қаруланған Танака мен Масуо есімді екі ер адам топтың басты көшбасшыларына айналды. Олардың билігі орнады, ал қалған тұрғындар жаңа ережелерге бағынуға мәжбүр болды. Уақыт өте келе кішкентай қарудың өзі жағдайды түбегейлі өзгерте алатыны белгілі болды. Қару пайда болғаннан кейінгі екінші күні аралдағы ер адамдардың бірі қақтығыс салдарынан қаза тапты. Бұл оқиға қалғандарға аралдағы ережелерді енді қару ұстағандар белгілейтінін түсінуге мәжбүр етті. Қорқыныш пен сенімсіздік арал тұрғындарының тұрақты серігіне айналды. Танака мен Масуо өз позицияларын нығайтып, әрбір тұрғынға, соның ішінде Кацука мен оның күйеуіне де ықпал етті. Бейбітшілікті сақтау үшін, сарбаздар Кацукаға қамқорлықты оның күйеуімен бөлісе бастады. Бұл тәртіптің белгілі бір көрінісін тудырса да, оны толық қауіпсіздікпен қамтамасыз ете алмады. Орнаған тепе, теңдікке қарамастан, көп ұзамай жаңа оқиға орын алды. Ер адамдардың бірі өз эмоцияларын тежей алмай, Кацукаға жақындауға тырысты. Танака мен Масуо өз ықпалын пайдаланып, тәртіпті тез қалпына келтірді. Аралдағы жағдай шиеленісті болып қалды. Кацуканың күйеуі тұрақты қақтығыстар мен билік үшін күрес жағдайында өзіне де қауіп төніп тұрғанын түсінді. Өзін қорғау үшін ол басқа арал тұрғындарын ұйымдастырып, Танака мен Масуоға қарсы шығуға тырысты. Бірақ олардың билігі мен қаруға қол жеткізуі мұндай әрекетті босқа кетірді. Уақыт өте келе,
Екі көшбасшы арасындағы шиеленіс өсті, өйткені олардың әрқайсысы көшбасшылыққа және ресурстарды бақылауға ұмтылды. Шиеленіс өршіп, бір күні Масуо шыдамай, Танаканы атып тастады. Жалғыз қалған тапаншаны өзіне қалдырды. Осы сәттен бастап, Масуо аралды және оның барлық тұрғындарын басқаратын жеке дара көшбасшы болды. Енді ол ресурстарды ғана емес, Кацукамен қарым-қатынасты да басқарды. Бұл оның ықпалы мен билігін нығайтты. Бірақ көп ұзамай Масуо батып кеткен күйінде табылды. Бұл таңғалдырды, өйткені ол тәжірибелі теңізші және жақсы жүзетін. Оның өлімімен қару басқа сарбаздарға өтті, және оқиға қайталана бастады. Қарудың жаңа иелері де көшбасшылық үшін күресіп, әрқайсысы аралдағы жағдайды бақылауға алуға ұмтылды. Бұл күресте аралдағы өмір барған сайын қатал және қауіпті бола түсті. Көп ұзамай қақтығыс тағы бір қайғылы оқиғаға әкелді. Ал қалған еркектер бұл қатыгездік шеңберінің жалғасатынын түсіне бастады. Жалпы жиналыста қарудан құтылуға және оны теңізге лақтыруға, сондай-ақ Кацукоға өзіне өмірлік серік таңдауды ұсынуға шешім қабылданды. Алайда, оған ие болуға деген құштарлық әлі де күшті болды, және аралда қайшылықтар мен қақтығыстар бұрынғыша туындады. Тіпті қару жойылғаннан кейін де бақылауға деген ұмтылыс сақталды. Бірқатар қайғылы оқиғалардан кейін арал тұрғындары қайтадан кеңеске жиналды. Онда олардың бірі шексіз қақтығыстарды тоқтату үшін Кацуконы өлтіру сияқты төтенше шараны ұсынды. Көпшілік бұл ұсыныспен келісті. Алайда, жоспар орындалар алдындағы түнде әшкереленді. Біреу Кацукоға ескертіп үлгерді. Ол қашып, джунглиге жасырынды. Кацуко бір айдан астам уақыт бойы жасырынып жүрді. Бір күні аралдың жанынан жүзіп бара жатқан американдық әскери кемені байқағанша, соңғы күшін жинап, ол экипаждың назарын аударуға тырысты, және көп ұзамай оны байқады. Кацуконы бортқа көтерді. Ол аралдағы өмір, қауіптер мен қиындықтар туралы айтып берді. Американдық әскерилер әйелдің сөздерінің растығына көз жеткізген соң аралға келді. Олар толық оқшаулануда өткен жылдар ішінде сыртқы келбеті де, ішкі дүниесі де өзгерген 19-шы жапон ер адамды тапты. Көбісі сыртқы әлеммен аз ғана байланысы қалған алғашқы адамдарға ұқсады. Олар соғыстың аяқталғанына сенуге қиналды, және бастапқыда американдықтар оларды алдағысы келеді деп ойлап, аралды тастап кетуден бас тартты. Дегенмен, туыстарынан хабар алғаннан кейін, олар жағдайдың шынайылығын біртіндеп түсіне бастады. Ақырында, еркектер беріліп, үйлеріне оралуға шешім қабылдады. Кацуко да Жапонияға оралды. Ол жерде жаңа өмір бастап, тұрмысқа шығып, шағын кофейне ашты. Бұл таңғажайып, аман қалу және рухтың күші туралы оқиға көптеген жылдар өтсе де қызығушылық пен талқылауды тудыруды жалғастыруда.